Сәлем достар, біз сіздермен ұлттық бірыңғай тестке арналған есептерді шығарудамыз. Келесі 34-ші есепте берілген функция бізде 2-ның x плюс 1 дәрежесі. Осы функцияның кері функциясын тауып, осы кері функциясын қанағаттандыратын анықталу облысын табуымыз қажет. Яғни берілген функцияға кері функцияны табу дегеніміз f-тің минус 1 дәрежесі. Кері функциясының тауып алып, сосын оның анықталу облысын табамыз. Яғни x-тің қабылдайтын мәндерін. Алдымен берілген функцияны f от x-ті y деп белгілейік. Y тең 2-ның x плюс 1 дәрежесі. Енді бізге осы функциядан x-ті тауып алуымыз қажет. X бізде дәрежесі болғандықтан x плюс 1 тең болады логарифм 2 негіздегі y-ге. Осыдан x-ті тапсақ, x тең логарифм 2 негіздегі y-ден азайтамыз 1-ді. Ал енді біз бұл жерде соңғы теңдеуден x пен y-дің орнын алмастырамыз. Сонда y тең логарифм 2 негіздегі x минус 1. Олай болса берілген көрсеткіштік функцияға кері функция логарифм 2 негіздегі x алынған 1-ге тең. Кері функциямыз таптық, яғни f минус 1 дәрежесіндегі берілген функцияға кері функция логарифм 2 негіздегі x минус 1-ге тең. Енді осы функцияның анықталу облысын табайық. Анықталу облысында тек айнымалы логарифмасындағы өрнегіміз x-ге ғана тең. Сондықтан x-тің мәні үлкен болу керек 0-ден. Сонда логарифмдік функцияда 0 аралыққа кірмейді, 0-ден үлкен аралық. Яғни x-тің мәні 0-ден бүршестікке дейінгі мәндерді қабылдайды. Олай болса, берілген функцияның анықталу облысы x-тің қабылдайтын мәні 0-ден плюс шексіздікке дейінгі аралық. Енді жауап нұсқасында қарасақ, бізде мұндай бір ғана жауап нұсқасы бар. Ол бізде v. Келесі 35-ші есепке қарасақ, бізде тікбұрышты параллелепипед берілген. Параллелепипедтің көлемі v тең 42 тібірасты 3-ге тең. Биіктігі 4-ге тең. Ал табан қабырғаларының айырмасы 4-ге тең. Ал табан қабырғасындағы арасындағы бұрыш 60 градусқа тең. Бізге табу керек осы параллелепипедтің диагональдық қималарының аудандарын. Олай болса, біз білеміз, табандағы x пен y-тің айырмасы 4-ге тең екен, және олардың арасындағы бұрыш альфа екен. Олай болса, табандағы A, B, C, D ол бізде параллелограмм болып табылады. Яғни табандағы A, B, C, D параллелограмм. Граммға тең. Енді табаны параллелограмм екен білеміз. Бірақ бізге табу керек осы жерде диагональді қимасы A, A1, C1, C, яғни осы тік төртбұрыштың ауданын, ал екінші диагональді қима V, V1, D1, D. Осы қиманың ауданын табуымыз қажет. Алдымен көлем бойынша бізде табаны параллелепипедті ескереміз. Олай болса, көлемнің формуласы табанда x пен y-тің көбейтіндісі және биіктігі h-тың көбейтіндісі және осы екі бұрыштың арасындағы бұрыш синус 60 градусқа тең. Ал бізде көлемі берілген, көлемі 42 тібірасты 3-ге тең, биіктігі бар, x пен y-ті белгісіз, бірақ синус 60 градус бар. Сонда x, y, h бізде 4-ге тең, көбейтілген синус 60 градустың мәні тібірасты 3 бөлінген 2-ге тең. Осы өрнегіміз тең 42 тібірасты 3-ге тең. Және бізде табандардың айырымы x минус y 4-ге тең. X минус y тең 4-ге. Осы жүйеден шығаратын боламыз. Бұл жердегі 4 пен 2-ні қысқартамыз, бөлімінде 1, алымында 2 қалады. Енді x пен y-тің көбейтіндісін тапсақ, 42 тібірасты 3-ті бөлеміз 2 тібірасты 3-ге. Сонда x пен y-тің көбейтіндісі тең болады 21-ге. Енді екінші теңдеуден x-ті табатын болсақ, x тең 4 қосылған y-ге. Бізде енді осы берілген тік параллелепипедтің табанын ұзындығын табамыз. Бірінші теңдеуге x-тің орнына 4 қосылған y-ті қоямыз. Көбейтіп ашсақ, y квадрат қосылған 4y
минус 21 тең болады 0-ге. Дискриминант. 16 минус, мына минуспен плюс 4 көбейту 21. Көбейтсек 84, 16-ны қоссақ 100. 100 бізде 10-ның квадраты. Енді біз y 1 және 2-ні тауып алайық. Минус 4 плюс минус 10 бөлінген 2. Енді бізде ұзындықтың, қабырғаның ұзындығы болғандықтан, ол бізде теріс сан болмайды. Минус 4-тен азайтамыз 10-ды, минус 14, 2-ге бөлсек минус 7. 10-нан азайтамыз 4-ті 6, 2-ге бөлеміз 3. Сонда берілген тік параллелепипедтің ады қабырғасы, яғни y-тің мәні 3-ті ғана қабылдайды. Сонда y тең болады 3-ге. Ал x-тің мәнін табатын болсақ, 4 қосылған y-тің орнына 3-ті қойсақ, x тең 7-ге. Енді бізге осы қимадағы A1, S1, S-дан AC диагоналінің ұзындығын табуымыз қажет, және V1, D1, D қимасынан VD-ның ұзындығын табу қажет. Ал VD-ның ұзындығын табу үшін табандағы AVD үшбұрышынан, яғни екі қабырғасы және арасындағы бұрыш белгілі, олай болса косинустар теоремасын қолданып VD-ны табасыздар. VD-ның формуласы, мен формуласын жазып көрсетейін. Бұл есеп бойынша квадрат түбірасындағы AV-ның квадраты қосылған AD-ның квадраты минус 2 еселенген AV көбейтілген AD және арасындағы бұрыш косинус 60 градус. Берілген мәндерін орнына қойып есептесеңіздер, VD-ның мәні тең болады квадрат түбірасындағы 37-ге. Ал енді бұл жердегі VD-ның ұзындығы квадрат түбірасы 37 болса, оның биіктігі 4 болса, онда осы ауданы S тең 4 көбейтілген түбірасты 37-ге тең. Бұл бір диагоналды қиманың ауданы. Дәл солай, енді AC-ның ұзындығын табу үшін AD және DC, ADC үшбұрыш бойынша қарастырамыз. AD-ның, яғни y-тің мәні 3-ге тең, DC 7-ге тең, ал олардың арасындағы бұрыш 60 емес 120 градусқа тең болады. Олай болса, осы дәл формуламен есептесек, AC-ның мәні квадрат түбірасындағы 79-ға тең. Енді S екінші ауданы тапсақ, яғни бұның AC-ның ұзындығы квадрат түбірасындағы 79-ды көбейтеміз биіктігі 4-ге. Сонда 4 квадрат түбірасындағы 79-ға тең. Енді жауап нұсқасында осы екі жауабын қарастырсақ, А нұсқасында бізде 4 квадрат түбірасында 37 бар. Және 4 түбірасты 49 С нұсқасында бар. Сонда берілген есепте, яғни тік параллелепипедтің диагоналды қимасының аудандары осы екі мәнге тең. Ал қалған жауап нұсқаларында бұл мән табылмайды. Ал біз сіздермен қарастырдық ұлттық бірыңғай тестке арналған есептердің шығару жолдарын. Келесі кездескенше сау болыңдар.